Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айстокка. Достар, мен ютубта көп болмадым. Оның өзінің себептері бар. Сіздер оның себептерін өздеріңіз білесіздер. Бізде емтихан болды, және де практика болды. Және мен бір қалаға бардым. Сондай болды енді. Сол үшін мені кешіріңіздер. Ендеше видеоны көп созбай бастай берейік. Бастамай тұрып бірінші маған тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сосын подписаться кнопкасын басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Мә, қыздар, жаңа дегенше апай айтты ғой, 5-ші болып жаңадан қыз келеді деп. Естідіңдер ма? Келмей қойса екен. Я естідім. Келмей қойса екен. Төртеуміз ғана жақсы едік қой. Бірақ жақсы шығар. Еш жақсы оның топырлап билей алмайтын да шығар ол. Білмеймін енді, өздерің біліңдерші. Не кеттім? Жарайды, біз де кеттік. Сәлем қыздар. Сәлем. Кімсің сен? Мен жаңадан келген қызбын биге. Енді мен қай жерге қойсам болады мына заттарымды? Ана жоғарғысы менікі. Ана менікі. Ана менікі. Ана жерге қойшы, қоятын болса. Жарайды. Ана жерде біреудің киімі. Ол менің киімім. Қазір қоямын жоғарыға. Иә, рахмет. Тағы да рахмет. Иә, оғаршақ. Жарайды, мен енді өзімі заттарымды бастырайын. Жүріңдер қыздар. Жүріңдер. Мына жерге қояйын. Өзіме мынандай орамал алып келдім. Мынау киім өзімізге қатты жарасады, иә. Иә, өте күшті ғой. Бәрі осы киім жақсы көреді ғой. Иә, сенің аты кім болады? Менің атым Мария болады. Ал менің атым Жанел болады. Күшті деген. Жарайды, сенің өте киімің өте күшті екен. Рахмет. Енді екеуміз құрбы болайықшы. Жарайды. Ана қыздар кім? Олар жаман қыздар, олар буллинг етеді. Әрбір келген адамдардың бәрін. Жақтыртпайды адамдарды. Одан шетінен құрбы болғаным жақсы. Жарайды. Енді апай күтіп қалды, біз кеттік. Иә, кеттік. Ал, сәлеметсіңдер ма балалар? Сәлеметсіз бе, апай? Иә, бізде биге жаңадан қыз келді, иә? Ортаға шыға қойшы. Міне, бұның аты Мария. Енді сендерге құрдас қыз болады. Өздерің танысып алған шығарсыңдар. Иә, орнына бара ғой. Тоқташы, сенің бойың ұзындау сияқты бәрінен. Бірінші тұршы. Бай, мен бірінші тұрам ғой. Жоқ, мынау қыздың бойы ұзын екен. Орындарыңды астырыңдар. Иә, алда деген жарыс болады. Соған дайындалайын ше. Алдағы жарысқа дайындалып жатсыңдар ма? Иә, бай. Енді жаңада келген қызға үйретесіңдер. Апай, ол не үшін келді? Уже бізде енді ортасына келдік қой. Үйрене алмайтын да шығар вообще. Сол ғой. Неге оны бөлектеп жатсыңдар? Сендерге қайта ол үйретеді. Ертең үйреніп алады, сосын көресіңдер. Сендер де бір-екі күнде үйреніп алдыңдар ғой. Әлі жарыс деген бір-екі апта күн бар оған.
үйреніп алат, қазір-ақ үйреніп алат. Сосын сендегі сызықтың бойымен тұрыңдар дедім ғой. Не? Біреулер мына жерге, біреулер мына жерге тұрып аласыңдар. Жарайды. Ендеше бүйтіп бастай берейік. Мариям, апай, сен ортаға тұр. Ей, ой, атың кім еді сенің? Жарайды. Қай жерге тұрайын? Ой. Ана жерге тұр. Ана жерге тұрсайшы. Ал сен мына жерге. Жоқ, сен мына жерге тұр. Ал сен мына жерге тұр. Сен мына жерге тұр. Енді осылай Мариямды айналыңдар. Так, қазір өлеңді қосайын. Жарайсыңдар. Тоқтатыңдар. Енді Мариям, сен былай келе. Жарайды. Молодец, күшті билейді екенсің. Бұрында қатысып едім. Яғни басқа қалада қатысқанмын. Көрініп тұр, күшті билейді екенсің. Енді сендер де Мариям сияқты жасаңдар. Енді сен екеулер. Жарайды, тоқтатыңдар. Жарайды қыздар, менің белім қатты ауырып кетті. Азғантай ғана биледі ғой, кішкене 5 минут демалып алыңдар. Енді. Жарайды, жүр кеттік. Жүр. Мен де кеттім онда. Ана екеуі де құрбы болып апты ғой. Соны айтамын да. Оны қойшы. Апай деген мені төтіншіме қылып қойғаны ше. Сол ғой. Соған нервім кеп жатыр. Ана қызға қастандық жасайық та. Не жасамақшысың? Давайте ол ертең билеп жатқан кезінде оны билейді да, сосын бүйтіп жатқан кезінде біреулерін аяқпен шалып жіберіңдер. Ол қалай болады екен? Ол құламайды ғой оған. Ол құлататын қылып бір ферима бір нәрсе алып келу керек. Соны жағып мына жерге қойып қою керек, сол кезде құлап қалады. Өзі-ақ бүйтіп жатқан кезінде шалмай-ақ құлап қалады. Я, жақсы идея екен. Күшті. Ендеше ертең қайттан келейік. Жүріңдер, енді үйге қайтайық. Жүріңдер.